Адам ғұмыры шытырман жұмбақ оқиғаларға толы. Әлбетте, сол беймәлім әлемнің әр айы мен күнін алма кезек алмастырып, тұрлаусыз дүниені шарлап келеміз. Сол қызығы мен шыжығы мол өмір белестерін кітап беттеріндей әркім өзінше парақтайды. Қайрат пен Мәрзия Закирьяновтардың қиындықтан тұратын жұбайлық соқпағы, өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық емес деп ұғынған қос жүректің бір-біріне деген ерекше махаббаты десек, қателеспеспіз. Өйткені олар тағдырдың талай соққысына бірге төтеп берген аяулы жандар. Кіршіксіз сезім мен сенімге дақ түсірмеген адал жарлар. Бүгінде Қайрат Закирьяновтың есімі спорт саласында кеңінен танымал. Қазақтың спорт және туризм академиясын 18 жылдан бері басқарып келетін Қайрат Қайроллаұлының қазақ спортының дамуы мен спортшыларды тәрбиелеу жолындағы еңбегі орасан. Айтулы палуандар мен сайыпқыран спортшыларды бәйгеге қосып, жеңіске жетелеп жүрген осынау азаматтың тағдыр жолы толассыз күрестен тұрады дегенге сенесіз бе? Тек адалдықты, шынайылықты жаны қалаған Қайрат өмірдің сан соқтырар соқпағына көп кезікті. Қиындыққа мойынсыну бар да, оны жеңе білу бар. Жарыстағы жеңіс тұғырына көтерілу қаншалықты қиын болса, сол сияқты өмірдің балдай тәтті қызықты шақтары тек еткен еңбек пен төккен термен келетін Қайрат пен Мәрзия жете сезінді. Кенді Алтай өңірінде дүниеге келген Қайрат Закирьянов көп балалы отбасында тәрбиеленді. Жастайынан оқу озаты болды. Математика саласын терең меңгерген Қайраттың арманы ғылымның ортасы саналатын Ресейдің Новосібір қаласына барып, студент атану еді. Ол кезде Новосібір, Мәскеу университеттері талапкерлер түсе алмай қалған жағдайда басқа да оқу орындарына үлгеру үшін емтиханды ерте қабылдайтын. Алайда Новосібірде оқу бала арманы болып қала берді. Қажырлы Қайрат сонда да оқудан үміт үзбейді. Құжаттарын арқалап Алматыға келді. Талапты бала бірден оқуға ілігеді. 1971 жылы Қайрат әйгілі Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің студенті атанады. Сол жылы ол өзінің мәңгілік махаббатын жолықтырды. Сезім отын маздатқан сол бір қыздың есімі Мәрзия еді. Мәрзиямен танысқанда мені сұрады, руың кім дейді. Мен айтам, ол не пәле? Білмейсің бе ру дегенді? Мен білмеймін. Мен дейді, мысалы, адаймын дейді. Мынау мысалы арғын, анау беріш. Сенің елің қандай дейді. Сонда мен келіп атамнан сұраймын ғой. Біз кімбіз деп. Сен наймансың. Найман ішінде матайсың. Матайдың ішінде қаралы жасықсың деп айтып берді. Адайдың қаршадай қызы ең алдымен адамның тегіне мән бере қараса, Қайраттың өз тегін білмеуінің де өз себептері бар. Жаппай орыстану саясатының құрсауында қалған еліміздің шығыс өңірі, әсіресе Қайрат туып өскен орта, қазақшылықтан алыс еді. Тегін білмеу ер азаматқа үлкен сын екенін дер кезінде ұқтырған Мәрзияға Қайрат әлі күнге дейін риза. Жарты жылдан кейін каникулға үйге келем ғой. Біздің мына тұратын бөлмеде, жатақханада, тек қана қазақтың балалары. Біреу Жамбылдан, біреу Талдықорғаннан тек қана қазақ тілінде сөйлеседі. Бара-бара мен де үйрендім. Содан кейін үйге барғанда шешеммен қазақ тілінде сөйлескенде шешем айтатын. Алла рахмет, балам Новосібірге түспей, Алматыға түсіп, міне қазақ болып келді деп. Казгу қалашығында танысқан қос ғашық студенттік өмірдің бал шағын бірге өткізді. Сезімдеріне селкеу түспеген Қайрат пен Мәрзия 1975 жылдың 30 қазанында шаңырақ көтеруге бел буды. Көп балалы үйде өскен Қайрат той жасаудың машақатын өзі көтерді. 3 жыл бойы құрылыс отрядына барып жүріп, маңдай терімен тапқан қаражатқа Алматы төрінде Қайрат үйлену тойын өткізді.
Оқуды үздік тәмамдаған Қайрат Новосібірдегі оқу орындағы аспирантураға жолдама алады. Бала күнгі арманның орындалуы оған қанат бітірді. Жаңадан шаңырақ көтерген жас отбасы үшін ең маңыздысы білім алу болатын. Алдымен Қайрат, кейін Мәрзия, ұлы Бауыржан мен Новосібірге аттанады. Сол жерде Қайрат көптеген танымал академик ғалымдармен етене жұмыс істеп, мол тәжірибе жинайды. Математика саласындағы шешуін таппаған есептердің шешімін табуға талпынады. Көзінің майын тауысып, түн ұйқысын есеп шығарумен алмастырған жас ғалым математика ғылымына Закирьянов теоремасын енгізді. Есімде қалғаны, кандидатскийімді қорғанда, Михаил Абрамович Тайцлин деген бір өте белгілі, беделді математик болған бізде, доктор наук, профессор. Ол кісі маған қасыма келіп айтады: Қайрат Қорелунович, сен өте бақытты адамсың. Неге десеңіз, менде дейді 300 жұмысым бар дейді. Бірақ Тайцлина теорема деген жоқ дейді. А сенде дейді 3-ақ жұмысың бар дейді. Сен уже мәңгі мынау математикада сенің атың қалды дейді. Ғылыми жұмысын абыроймен қорғап, Қайрат отбасын алып елге қайтады. Олар еңбек жолдарын Өскемендегі педагогикалық институттан бастайды. Жас ғалымның қабілетін бірден байқаған, аталған оқу орнының сол кездегі ректоры Ережеп Мәмбетқазиев оған үлкен сенім артты. Мен өзім қиылып болғаннан кейін, мынау математика жағын, физика жағын, биология жағын тартып жүретін азаматтың кел, маған көмектес, шығыс ел сенің елің деп шақырып алғанда, осы Мәрзия екеуі де математик, маған келіп, ағайын тұтып, замандас тұтып, мені 32 жыл сол достығымыз өсе күнге шейін жолға қойып, соны дамытып келе жатыр. Кафедра меңгерушісінен ректорлыққа дейін көтерілген Қайрат Закирьянов білім саласында көп тер төкті. Өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарады. Отбасылық жағдайды жақсартып, пәтерге қол жеткізу Қайраттың басты арман еді. Өйткені 12 жыл бойы жалдамалы үйде тұрып, пәтерден пәтерге көшу жас отбасын да қатты қажытты. Ұлы Бауыржан мен қызы Әселдің балалық шағы мен жарқын болашағына ата-анасы қатты алаңдады. Бірінші осы квартирамызды алғанда Мәрзия ауырып қалды, асқазан ауырып, соңында Манкент деген санаторийға путевка алып жібердім. Сол жақта жүргенде ордерді алып, мебель қойып, соңын самолеттен тосып алдым ғой. Келіп, үйге кіргізіп, есікті ашып кіргіздім. Сонда бақыт деген прям көзінен көрініп тұрды. Мынау баламның бөлмесі, мынау қызымның бөлмесі, мынау екеуміздің бөлмесі, мынау қонақтар келгенде деп, вот сондай болды. Өз шаңырағында өмір сүрудің қандай бақыт екенін Закирьяновтар жақсы біледі. Алайда қуанышпен қатар қиындықтың да бірге жүретіні сияқты. Көптен күткен жаңа қонысының табалдырығын өз аяғымен аттаған Мәрзия сол үйде өз аяғымен ұзақ жүре алмады. Олай деуімізге себеп 1991 жылғы жол апаты еді. 91 жылы мен әкем қайтыс болды. Сонан кейін біз ағайынды бәріміз жиналып, әкемізге басын көтерейік деп проектін жасап, сонан кейін келістік. Мысалы, Марат, сен 2-3 күн барып жұмыс жасайсың, Талғат сен барасың, Қуат сен, Қанат сен. Менің де бір баратын кезегім келді. Сонда Мәрзия балалармен бардық. 2-3 күн сол жерде болдық. Мынау жұмысымызды жасадық. Алайда отағасының жұмыс бабымен қалаға қайтуы керек болды. Тез жетуді ойлаған Қайрат, жары Мәрзияның автобуспен барайық дегеніне құлақ аспады. Ол кезде лауазымды қызметте жүрген Қайрат, аудан әкімінен қалаға жеткізетін жеңіл автокөлік сұратады. Көлік жүргізушісінің тәжірибесіз екенінен бейхабар ерлі зайыптылар қос құлыншақтары Бауыржан мен Әселді алып жолға шығады. Далада ақ жаңбыр себелеп тұр. Алайда кенет қызымыз бетімнен соғып папа деп есімді жиып қарасам, Мәрзия вообще жатыр. Ол кезде түк білмеймін, мысалы.
адам жұлыны бар деген мүмкін бір мен мысалы сол білім болса оны былай жатқызып бір машина шақырып былай жеткізсе операция жақсылап жасаса мүмкін бәрі жақсы болатын еді. Но бірақ оны білмейміз. Соң бір Жигулиді тоқтатып көтеріп отырғызып соңын аудан больницасына апардық. Бір укол жасады. Соң бауырыма звондадым, ол Талғат реанимацияда істейді. Давай срочно кел деп. Келем деп, бірақ ауа райы бұзылып, вертолет келе алмады. Сол Асубақ деген ауылда түн бойы сол жерде жаттық. Аяғы ысып кетті, уже бәрі жері сынды. Ауыр жарақаттанған Мәрзия қалаға келесі күні ғана жеткізілді. Жұлынына зақым келген екі баланың анасы Мәрзияның халі өте ауыр болды. Қайраттың да жамбас сүйектері сынды. Алла қолдап, екі баланың періштесі қақты. Олар дін аман. Екеуміз бір палатада жатамыз. Главврач мені шақырды. Ординаторскийға барсам, кісі тұр. Соны айтты, сіз білуіңіз керек, жұбайыңыз аяққа ешқашанда тұрмайды деді. Үнемі ән айтып, көңілді кештің бел ортасында билеп жүретін Мәрзияны енді өздігінен жүре алмайды дегенге Қайраттың сенгісі келмеді. Өткен өмірлері оның көз алдында бейне көріністердей болып өтіп жатты. Ол қыздың бір қатты ерекшелігі, ол өзі батыр қыз. Осылай ауыр болса да, осылай жағдайға түссе де, еш уақытта қиындығын ешкімге айтпады. Көрсетпеді, көрсеткісі келмеді. Бұл кез келген қазақта жоқ нәрсе. Бір қиындық болса, біз соны айтып жылай саламыз. Ол азамат осыны айтпай кетті. Әрине, тас түскен жеріне ауыр. Мәрзия енді мәңгілікке арбаға таңылды. Қайрат жан-жарының қайта жүріп кетуіне барлық күш жігерін жұмсады. Шетелдегі мен мықтымын деген ақ халаттылардың есігін тоздырды. Емге дауа болар деп, әйгілі сауықтыру шипажайларға да талай апарды. Алайда бәрі де нәтижесіз. Мәрзия арбаға байланған ендігі өмірін әдеттегідей ұл қызының тәрбиесі мен сүйікті жарына арнады. Өскеменде жұмыс жасап жүргенде ректор маған өте сенді. Мен мысалы оқу жұмысының проекторы болдым, но бірақ басқа да жұмыстарды маған тапсыратын. Мысалы Алматыдан қонақтар келсе, маған тапсырады. Москваға барып бір жұмыс шешу үшін маған тапсырады. Сонда мен мысалы ректорға айтсам, сіз білесіз ғой мен жағдайымды. Мен бара алмаймын, мен 9-да жұмысқа келейін, 6-да жұмыстан кетейін деп айтсам, бәрі де түсінеді. Но Мәрзия маған айтты, сен оған қарама. Сен өсуің керек, қабілетің өте зор. Сен давай маған қарама, мен өз-өзімді асырайым, балалар бар, көмектеседі. Бүгінде Қайрат жұмыс барысындағы өсу, құлдырау, тоқырау сияқты кезеңдерде әрдайым қасынан табыла білген аяулы жарының алдында қарыздар. Мәрзия жанына медет, көңіліне демеу болды. Ол да Мәрзияны тосырқамай, ауыртпалығын бірге көтерді. Алақанына салып, аялай білді, құрмет тұтты. Алайда, небәрі 37 жастағы жігіт ағасының жанында арбалы әйелдің жүргені жарыса қоймас деген сумаңдаған ойлар Мәрзияға маза бермеді. Мәрзия да сол мәселені бірнеше рет қозады. Маған айтады, сен әлі жассың. Басқа семья құр дейді маған. Басқа әйел тап. Бірнеше рет мен соған айттым. Давай сен осы мәселені енді қозғама. Сенен басқа әйел маған керек жоқ дедім. Студенттік шақта бір көргеннен ғашық болған Қайраттың Мәрзияға деген махаббаты бір сәтке де өшкен емес.
Мәрзия өзінің мүмкіндігі шектеулі жан екенін отағасының қасында мүлдем сезінбеді. Қамшының қысқа ғана сабындай болған қысқа ғұмырда Қайрат асыл жарымен тек бақытты күндерді өткізгісі келді. Ал біле білсек, шын ғашықтарға арба да, басқа да кедергі болмасы анық. Қайраттың анау альбомдарының бәрін көрсеңдер, көрсетпеген жері жоқ. Анау ең қашық Билифен Австралияға шейін апарды. Өзі апарды. Өзі көтеріп, өзі түсіріп, бүкіл жер жүзін аралатып шықты десек көп емес. Жыл сайын бір-екі рет сол жерге барып шығып жүрдік. Сонда қасымда ешкім жоқ, екеуміз барамыз. Ана арбаны самолетқа отырғызып, соны өзім көтерем, судан шығарам, өзі бәрін үйренді. Арбаға отырады да, мысалы бассейнға келеді де, өзі сүңгиді суға. Жақсы малтайды, соңын судан шығарып алып, арбаға отырғызам. Бұның бәрі махаббат. Айтылмаған махаббат деген өлең бар, но осылар айтпай-ақ соны біріне бір көрсетіп жүрді. Ол үлгі, бүкіл елге үлгі. Қайрат пен Мәрзияның өмірі махаббатқа толы. Олардың ұрпақтары Бауыржан мен Әсел де ата-ананың ыстық ықыласы мен ерекше мейіріміне бөленіп өсті. Арбаға отырғанына қарамастан, Мәрзия оларға дәмді тамақты өзі даярлады. Бала тәрбиесімен де өзі айналысты. Көзінің ағы мен қарасындай болған қос құлынының бетін ешқашан қақпады. Біз мынау Мәрзия екеуміз Ысқылға барып жүргенде, сонда Әсел Марсеке танысып, сонда күйеуге шығам дегенде, біздің достарымыз бізге былай айтқан: сендер неге балаларыңа рұқсат бересіңдер? Балаларың орысқа үйленді, қыздарыңызды қырғызға беріп жатсыңдар деп. Сонда Мәрзия айтатын: 91 жылы мынау аварияға түскенде кім білді осындай өмірге жетем деп. Сондықтан балалары өз жарсын тауып, махаббат пен сүйіспеншілікпен жаңа тұрмыс құрып жатса, мен ешқандай қарсы болмаймын деді. Все время что-то обсуждали. Олар отбасының қандай мәселесі болмасын, үнемі ақылдасып, шешімді бірге қабылдайтын. Ес білгелі, әкем мен анамның бір-біріне ауыр сөз айтып, немесе бір нәрсені ақылдаспай жасап, оның дауға айналғанын мүлде көрмеппін. Әкем үйде болмаған күндерде де, анам барлық кеңесетін шаруаларды шешу үшін, оның оралғанын күтіп жүретін. Нас, детей. Әрине, анам отбасымыздың жүрегі. Онсыз біз ешқандай шешім шығарып, алға қадам баспайтынбыз. Оның ақылын тыңдап барып, ойымызды іске асыратынбыз. Алайда анам әкемді өмір бойы жоғары сатыға қойды. Оның шешімі дұрыс болып тұрса да, алдымен әкемнің пікірін тыңдап алатын. Ата-анамның жүрек лүпілінің бірге соғатыннан ба, кім білет, олардың пікірлері үнемі бір арнада тоғысатын. Өмір өзен арнасымен ағып жатты. Қайрат пен Мәрзия ұл қызын қанаттандырып, олардан немере сүйді. Әр немеренің өмірге келуі олар үшін үлкен бақыт. Сондай шат-шадыман күндерді бастан өткеріп жатқан Закирьяновтар тағы да тағдыр тауқыметін кешеді. Екі аяғынан айырылған Мәрзия айықпас дертке шалдығады. Қазақтың бір айналдырғанды шыр айналдырады деген сөзі дәл осы Закирьяновтардың отбасын шырмап алғандай. 2012 жылы Мәрзияға қатерлі ісік диагнозы қойылды. Сеулға бардық. И бірінші күні сразу компьютерная томография жасап, 2 сағаттан кейін біз жатқан палатаға бір 2-3 врачтар келіп айтты: вот сондай ауру таптық деп. Мәрзия өз-өзін ұстағада айтты: ничего, 21 жыл күрестік, тағы да күресеміз деді. 1 жылдай күрестік.
болмады. Мәрзе маған әрине маған жетіспейді. Өйткені күнде араласып, құраласып тұрған адам бір күн бір мезетте жоқ болып кетуі, білмеймін, адамға өте қиын тиеді. Өмірдің қиындығына да үйреніп білу керек. Міне, содан кейін бүкіл жасаған 20-30 жылдай өмірін осы колясканың үстінде Қайрат екеуі өткізді. Бұл ерекше жағдай. Кез келген тек қана қазақ емес, басқа ұлттың да қолынан келмейтін жағдай. Қайрат әйелді сыйлауды, жарын сыйлаудың символы. Оның барлығын тек қана өздерінің адамгершілік деңгейінің жоғарылығын көрсетеді. Ондай Қайраттай болу әркімнің қолынан келе бермейді. Енді көріп отырсыз, өмір көрсетіп отыр. Жақсы қосылып, бір-бірін сүйіп, қандай жақсы өмір сүріп, бала-шағалы болып, ажырасып кетіп атқандар бар. Сондықтан Мәрзияның да, Қайраттың да табиғаты таза, өте бір өзгеше адамдар. Кетерде маған айтып кетті. Менің кеткенім ең ауыр саған тиеді деді. Балалардың өзі семьялары бар, сен жалғыз қаласың. Сондықтан 40-сын өткіз, соң кейін үйлен деді маған. Мен айттым, жоқ, жаңа айттым ғой, Өскеменде жол апаттан кейін айтқан сөзім. Маған сенен басқа ел керек жоқ. Әрбір Мәрзенің туған күнінде Мәрзен еске алу күнін жасайды. Сонда өткен былтыр достар айтып жатыр, Қайрат, енді сен бәрін істедің, енді үйленуіңе болады, үйленсеңші десе, жоқ, мен Мәрзияны сата алмаймын деп айтады. Мәрзия зиратының басындағы қос аққудың бейнесі тақырыпқа арқау болған Қайрат пен Мәрзияның махаббатынан сыр шертеді. Мәрзия қайтыс болған жылы Қайрат Закирьянов Кеңсайға күн сайын барды. Қазір жүрегі алабұртып, ақылдасатын жанды іздегенде кімге айтамын демейді, бірден Мәрзияға барады. Күрмеуі шешілмеген мәселенің шешімі мен іздеген жауабы әп-сәтте өзі келеді. Ол да бір жаратқанның құдіреті дерсіз. Мынау Сақинада мен әлде тағып жүрмін. Соңғы рет Сеулдан келе жатқанда бір бутикке кірдік. Сонда маған айтады, осы жарты жылдан кейін 60 жылға толам, сен маған бір жақсы Сақина алып бер деді. Өзі таңдап алды, алдық, соң мен коробкасын берсем өтеді, жоқ, сен маған кигізейді қолыма. Кигізем десем, жоқ, сен олай кигізбе, сен тізеңді бүгіп 37 жыл бұрын менің жұбайым бол деп сұрағанда солай жаса деді. Бутиктерде бір 5-6 көрді ғой, бәрі қол шалып тоқтады. Тіземді бүгіп кигіздім қолына. Осындай қызықты да бақытты сәттерге толы ғұмыр Мәрзияға оның арбада отырғанын да, қатерлі ісікпен ауырғанын да ұмыттырды. Олардың соқпағы мен бұралаңы, қиыншылығы мен қалтарысы мол өмір жолдарын ұрпаққа үлгі ретінде қалдыру мақсатында Мәрзия ғұмырының соңғы жылында қолына ақ қағаз бен қаламды ермек етті. Мәрзия 28 сентябрьде қайтыс болды. Мен 22 сентябрьде Италиядан келдім. Келе сала больницаға бардым. Қарасам, компьютерде кітабын оқып жатыр екен. Соң маған бір парақ берді.
мынаны өзгерт, мынаны қос, мынаны нет деп, мен оны әлі де сақтап жүрмін. Кітабын өзі жасады. Но бірақ мына типографиядан шыққан кітапты көре алмады. Сырқат пен қайғыдан биік тіршілік. Бұл Мәрзия қалдырған кітаптың атауы. Оқырман жүрегіне жол тартқан бұл басылым орыс және ағылшын тілдерінде шықты. Шынайы оқиғалардан құралған махаббат романстары көпшілікке өнеге болары сөзсіз. Білімге жаны құмар Мәрзияның мақсаты тұңғыш немересі Тамерланды Кембридж университетінде оқыту еді. Тамерлан қазір әлемге әйгілі оқу орнының студенті. Асыл әжесінің асыл арманын орындауды Қайрат Мәрзияның алдындағы өзінің тағы бір борышы деп ұқты. Өйткені көзі тірісінде Мәрзия отбасының адал жарының алдындағы азаматқа тән парызын орындап, зәулім үйдің соғылуына, оның жанында тал теректің жайқалуына, ұрпағының өнегелі болуына мұрындық бола білді. Мне сейчас очень интересно хотя бы старших внуков увидеть их взросление, какие они взрослые будут, кем они будут, какие они будут профессионалы, какие они будут специалисты, какими они людьми будут в жизни, какие у них будут невесты. Очень интересно. И вообще, когда я думаю о внуках, у меня сердце наполняется восторгом. Я так восхищаюсь ими, я так их люблю. Мәрзияның жүрегі әнге толы еді. Өзінің сүйікті әндерін отағасының орындауында тыңдағанды жақсы көретін. Мәрзияның әрбір сөзін, әрбір өтінішін орындау Қайратқа бақыт сыйлайтын. Олар нағыз махаббаттың символына айналған, әңгімесі жарасқан жұбайлар еді. Ал біз асыл жарының көзі тірісінде де, одан кейін де азаматтық парызын толыққанды орындап жүрген Қайрат Закирьяновтың бұл қажырлы ісін ердің ісі деп бағаладық. Студияға барып, мына әнді жазып, тек қана мына ән емес, тағы да бірнеше әнді жазып бердім. Ана кассетаға сонда өзі талай жұмыстармен жүреді ғой, базарға барады, стройматериал алады. Сонда менің әнімді тыңдап жүрді. Сонда айтады, мынау қандай жақсы сөздер дейді. Қарағым ай, бұл өмір осылай өтеді екен. Сүймесен бұл дүние бекер екен. Бұл дүние дейді, екеумізге бекер өтіп жатқан жоқ. Бір-бірімізді сүйеміз. Олар оған да көнді. Оларды оған көндірген әлбетте қос жүректің бір ғана тілегі махаббаттары еді. Бұл өмір осылай өтеді екен, сүймесең дүние бекер екен, парақтап жинасаң бар ғұмырын, бір сүйген күніңе ай жете ме екен. Қарағым ай, қиылып үзіліп қарадың ай, қарағым қандай сұлу жанарың ай, қарағым қандай сұлу жанарың ай.